Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағымызды бастайық. Мына бір өлең жолдарын барлығымыз бірге айтайық. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым арайлап атқан күнге. Балалар, әр күніміз қуанышқа толы болсын. Олай болса, сабағымызға кірісейік. Өткен тақырыпты қайталау үшін сендерге мынандай тапсырма дайындадым. Берілген сөздердің ішінен тек қана 2 буынды сөздерді теріп жаз. Сүт, қасық, ара, кітап, балапан, кірпік, көбелек. Осы сөздердің ішінен балалар тек қана 2 буынды сөздерді теріп жазасыңдар. Тапсырманы орындап болсақ, өздеріңнің нұсқаларыңды мына дұрыс нұсқамен тексеріп көріңдер. Жаңағы берілген сөздердің ішінде қасық, ара, кітап, кірпі сөздері 2 буынды сөзге жатады екен. Балалар, сендерге сөз жұмбақ берілген. Сол сөз жұмбақты шешіп көрейік. Бірінші тапсырмасы ыстады дейді. 2 әріптен тұратын сөз. Келесі екіншіміз ақ дуалдың ар жағында қызылат, байлауынан бір босамас қызығат. Жауабы 3 әріптен тұрады екен. Келесі тапсырмамыз бір қаланың атауы сол жеміспен аталған. 4 әріптен тұратын жеміс. Қасиетті тағам, ол 3 әріптен тұрады. Иә, балалар, сөз жұмбақты дұрыс шештіңдер. Бірінші от, екінші жұмбақтың жауабы тіл, үшінші алма, төртінші нан деген сөз болған екен. Мына ерекше тор көзден отан деген сөз шықты, иә? Олай болса, балалар, бүгін сендермен біз отаным деген өлеңмен танысамыз. Бірінші жаттығудағы отаным өлеңін тыңдап отырыңдар. Мен сендерге оқып берейін. Қар жапқан шыңдарын, тәкаппар таулары, күн сүйіп құм жалын, жайқалған баулары. Аялап таң нұры, төгеді шапағын, осының барлығы туған жер отаным. Өлеңнің авторы Әбдірахман Асылбек. Өлеңде кездесетін шапақ деген сөз күн сәулесі деген мағынаны білдіреді. Енді балалар, сендерге мынандай сұрақ. Өлеңде не туралы айтылған? Осы сұраққа жауабымызды жіберейік. Отаным өлеңі бойынша біздің отанымыз ол тәкаппар таулар, жайқалған баулар, таң нұрының шапағы. Осылардың барлығы біздің отанымыз екен. Біздің жанымыздағы ата-анамыз да, мектебіміз де, жанымыздағы достарымыз, туыстарымыз, тұрған жеріміз, туған жеріміз, осының барлығы біздің отанымызға жатады, иә, балалар? Жарайсыңдар, балалар, сендер де өз ойларыңды жақсы жеткіздіңдер. Балалар, сендерге қай әріп сәлемдесіп тұр? Дұрыс айтасыңдар, П әрпі сендермен амандасып тұр екен. Олай болса, бүгін сендермен біз П әрпін көркем етіп жазамыз. Жұмыс дәптерлеріңді ашып, П әрпінің бас әрпін және кіші әрпін әдемі етіп жазайық. П әрпінің бас әрпі 3 элементтен тұрса, П әрпінің кіші әрпі 2 элементтен тұрады екен. Көркем жазуымызды жазып болсақ, балалар, келесі жаттығуды орындайық. Бірінші жаттығу дейді. Жұмыс дәптерімізге орындаймыз. Отаным өлеңіндегі соңғы шумақтағы 2 жолды көшіріп жазамыз. Осының барлығы туған жер отаным деген 2 жолды көшіріп жазамыз. Өлеңді көшіріп жазып болсақ, екінші жаттығуды орындайық. Екінші жаттығу бойынша сызбадағы буындардан жұмбақ құрап жазамыз.
Жұмбақты балалар, бас әріппен басталған сөзден бастап оқимыз, е? Міне мына жерде сендерге көрсетіп қойған. Көк жүзінде көп жолақ. Иә. Жұмбақты дұрыс жаздыңдар. Енді жауабын тексеріп көріңдер. Жауабы кемпір қосақ. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, үшінші жаттығуды орындаймыз. Алатау сөзіндегі әріптерден бірнеше сөз жасап айт дейді. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа өте белсене қатыстыңдар. Сендерге көп рахмет. Осындай белсенді болыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.